Адамзат үшін 21 ғасыр жаңа технологиялар ғасыры болмақ. Ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру, жетілдіру ұстаздардың қолында. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 100 нақты қадам бағдарламасы, мәңгілік ел, жалпы ұлттық патриоттық идеясы, елбасының жылдағы Қазақстан халқына жолдаулары адам капиталының сапасын көтеріп, білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытып, білім беру саласындағы қызметкерлерге бағыт-бағдар береді. Шымкент қаласы Молда Мұса атындағы нөмірі 5-ші жалпы орта білім беретін мектебі оқушыларға саналы тәрбие мен сапалы білім беруде үлкен әлеуетке ие. 83 жылдық тарихы бар мектептің жас ұрпаққа білім және тәрбие беруде орасан зор үлесі бар. Қазіргі таңда мектеп ұжымы оқушыларды ынтымақтастықта өмір сүруге дайындайтын жаңартылған білім беру бағытымен қарқынды жұмыс жасауда. Осы бағытта педагогтар ата-аналардың қолдауына сүйеніп жұмыстарын атқаруда. Қоғамдық қамқоршылық кеңесі мектеп ұжымына сенім білдіріп, қолдау көрсетуде. Мектептің 5 күндік оқыту аптасына көшірілуі балалардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында үй тапсырмасын дайындау уақытын қысқарта отырып, тапсырманың мазмұнын өзгерту оқушылардың спорттық үйірмелеріне, қызығушылықтарына қарай түрлі бағыттағы үйірмелерге қатысуларына, салауатты өмір салтын қалыптастыруына мүмкіндік береді. Оқушылардың білімін, патриоттық, адамгершілік және эстетикалық тәрбие беру, олардың коммуникативтік қабілеттерін, логикалық ойлау жүйесін жетілдіру міндеттерін жүзеге асыруда. Сабақтарда инновациялық әдіс тәсілдері пайдалану, оқушылардың сыни тұрғысынан ойлауын қалыптастырып, өз бетінше және бірлесіп жұмыс жасай білетін, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастырады. Кезең-кезеңмен 3 тілді оқыту бағдарламасы аясында химия, биология, физика, информатика, пән мұғалімдері сабақтарында ағылшын тілін енгізуде. Соның арқасында мектеп оқушылары 3 тілділікке үйрену жолында математика, жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша көптеген жетістіктерге жетуде. Мектеп ұжымының оқу тәрбиесі үдерісінде жеткен жетістіктері мол. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында критериалды бағалау жүйесіне көшу қарастырылған. Бағалаудың жаңа жүйесі білім алушылардың өз әрекетін бақылау және бағалай білу, туындайтын қиындықтардың себептерін анықтау және жоя білу қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мектепте білім алушылардың оқу жетістігін бағалауда қалыптастырушы және жиынтық бағалау жүйесі қолданылады. Мектеп педагогикалық қауымдастығы жұмыс барысында инновациялық жобалар арқылы ұстаздар өз деңгейін коучинг, менторинг, тағы басқа түрлі семинарларға қатысып, бір-бірімен әдіс тәжірибе алмасу арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізуде. Сонымен бірге модерация тәсілі оқушылардың білімін сапалы бағалауға жетілдіреді. Оқу тәрбие үдерісінде компьютер және мультимедиялық технологияларды қолдана отырып, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасалынған. Болашақта адамзат ой өрісі мен роботтардың соқтығысын зерттеуге алғашқы қадамдарын робототехника арқылы жасайды. Оқушыларға патриоттық, азаматтық тәрбие беру, отанға деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында мектепте кадет сыныбы ашылды. Қазіргі заманғы мектептің міндеті оқушылардың өз бетінше өмір сүруге даярлайтын, қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыратын белсенді білім беру ортасын құрады. Мектеп мұражайында оқушылардың рухани дамуына, азаматтық патриоттық ұстанымдарын қалыптастыруға бағытталған көптеген шығармашылық іс-шаралар өткізіледі. Оқушылар тарихи құндылықтарын зерттеп, мағлұматтар жинап, ғылыми ізденіс жұмыстарын жасайды. Тарихқа терең көз салып, рухани даму байлығын қалыптастырады. Спорт оқушылардың бойында күш, ептілік, төзімділік секілді моральдық ерік сапаларын дамытудың тиімді құралы болып табылады. Оқушылар көбінесе командалық спорт түрлерін таңдайды. Кіші буындағы оқушылар эстафеталық ойындарға қатысқанды ұнатады. Тәрбиелік құндылығы оқушылардың бойына салауатты өмір салтын қалыптастыру және командалық рухын арттыру. Жаңартылған бағдарлама бойынша шахмат ойыны оқушылардың логикалық шығармашылығын, зеректік пен қайсарлығын шыңдайды. Би өнері оқушы қыздардың эстетикалық мәдениетін дамыту арқылы адамгершілік негіздерін қалыптастырады.
Мектеп бітірушілеріне қорытынды аттестаттау, ұлттық бірыңғай тестілеу, оқушылардың жетістігін сырттай бақылауға дайындық жұмыстары жаңа форматта жүргізіледі. Оқушылардың жоғары ойлау дағдыларын дамыту мақсатында арнайы тапсырмалар функционалдық сауаттылықтарын арттыруға, алған білімдерін өмірінде пайдалануға, қоғам мүшесі ретінде қалыптастыратын қасиеттерін бойларына сіңіруіне бағытталған. Жоғары сынып оқушылар арасында кәсіби білім беру жүйесі дұрыс жолға қойылуының нәтижесінде өзіміздің мектеп түлектеріміз жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін білім ордамызға жас маман болып жұмысқа орналасып жатыр. Оқушыларымыздың жетістіктерін мол болатынына педагогикалық ұжым сенім білдіреді. Алда қойған мақсаттарына жетуге ата-аналары мен ұстаздары атсалысуда.